Қасен әдеттегідей бүгінде үйіне ішіп келген. Үйіне кіре сала ұрынарға қара таппай көзімен айналаны шола қарап шықты. Әйелі теледидардың көзін алмаған күйі телміріп отыр. Күйеуінің келгенін елемегендей. Осы сәтте бұның арқасы қозып жыны ұстай қалды. «Ей қатын, неменеге ғашығыңды көргенде телевизорға жабысып қалдың?» Ол үндемеді. Сөйлесем тағы да бір бәлеге қалармын деп ойлаған болуы керек. Әшейінде аузы жаппайтын әйелі бұл жолы ләм-мим демеді. Бұрындары ә десе мә деп тұратын әйелін ұрудың мүмкіндігі мол болушы еді. «Маған тіл қайтаруды қайдан шығардың?» деп, немесе «Сен қатынға тіл шығайын деген екен, көрсетейін мен саған» деген сылтаулармен байғұсты көкала қойдай сабап салатын. Сосын айызы қанғандай бір масаттанады. «Қасен, қойсаңшы, қатынды ұрып абырой таппайсың ғой» деген жолдастарына «Менің шаңырағымда шаруаларың болмасын» деп жауап қайтаратын. Тағы бірде Мадинаны жұдырықтың астына алып жатқан сәтінде үйге бір жолдасы кіріп келсін. «Қасеке» деген ол сыртқа бұны шығарып алып, «Әйелді ұрғаннан ақыл кірмейді, мүйіз де шықпайды. Ақыл кірсе, сен осы уақытта данышпан, мүйіз өссе, бұғыдан кем болмас едің. Ең құрғанда балаларыңды аясаңшы». «Дұрыс қой, мен оны себепсіз ұрмаймын, өзі тілінен табады. Баланы жастан, қатынды бастан» деп бекер айтпаған. «Сосын осылай ұрып тұрамын, солай жағдай» деген сонда Қасекең. Ал қазір жағдайы мүлдем басқаша. Әйелі тілін жұтып қойғандай. Бұл тәлтіректеп басып Мадинаның қасына келді. Жынын ұстатып ол тағы да қарамады. Қасен оның иегін ұстап өзіне қарай бұрды. «Сен не, байыма сөйлемеймін деп бақаға уәде беріп қойып бедің? Мазамды алмашы, көріп тұрсың ғой, кино көріп отырмын». «Ой, киноңды сенің, қазір телевизорыңмен қосып ана дүниеге аттандырып жіберемін». Адамдардың жанын алатын Жәбірейіл періштенің қызметін жаратушы бұның қолына тапсырып қойғандай, өзінше қоразданып қойды. Алақаны қышып-ақ тұр, бірақ Мадинаның тілі қышымай тұрған сияқты. Қасен тәлтіректей басып төргі бөлмеге өтті. Мұнда қызы мен ұлы бір кереуетте құшақтасып жатып ұйықтап қалған екен. Қызықтап қарап тұрды. Кенет көзі үстел үстіндегі ақ қағазға түсті. Үңіле қараған, маржандай тізілген қызының жазуы. Ол қағазды қолына алды да жерге малдас құрып отырып оқуға кірісті. «Құрметті Аяз ата, сәлемет боларсыз. Менің атым Тұмар болады» деп бастапты қызы Аяз атаға жазған хатын. Қасен жазуды одан әрі оқи түсті. «Мен сізге бұл хатты Шығыс Қазақстан облысы Көкпекті ауданынан жазып отырмын. Өзім 3-ші сыныпта оқимын. Сабағымның бәрі 5. Бүгін бізге сабақ үстінде апай, Аяз аталарыңа өздеріңнің тілектеріңді хат арқылы жазып жіберсеңдер орындайды» деп айтқан болатын. Сондықтан мен сізге хат жазуды ұйғардым. Менің өтінішімді орындаңызшы. Аяз ата, негізінде мен папамды өте қатты жақсы көремін. Бірақ соңғы кездері папам үйге арақ ішіп келетін болып жүр. Құдайдың құтты күні. Енді жек көріп кеттім. Інім Атилла да ол ішіп келсе бақырып жылай береді. Қатты қорқып қалған тәрізді. Папам арақ ішпесе сондай айбат, ал ішіп келсе үнемі мамамды ұра береді. Мамама жаным ашып кетеді. Тіпті бірде мамамды ішінен теуіп жіберіп, менің дүниеге келейін деп жатқан бөпемді өлтіріп тастаған. Сонда мамам жылап отырып, папамның тезірек өлуін тілеп еді. Мен мамамның да, папамның да өліп қалғанын қаламаймын. Екеуі де маған ыстық. Бірақ екеуінің ұрсыса беретіні маған ұнамайды. Апайдың айтуы бойынша, ата, сіз өте мейірімді адам екенсіз. Айыбыңыз тек суықта ғана жүресіз. Кейбір адамдар сізді сол суықтығыңыз үшін жақтырмайды. Менің түсінігімде сіз жетімдер мен кембағалдарға қол ұшын беретін қайырымды адамсыз. Аяз ата,
Егер сіз осы жаңа жылда Қазақстанға келетін болсаңыз, міндетті түрде біздің үйімізге кіре кетіңізші. Мен сонда сізге осы хатты ұсынамын. Маған басқа балаларға таратып жүрген ойыншықтарыңыз керегі жоқ. Өйткені мен үлкен қызбын ғой. Маған тек өтінішімді орындасаңыз болғаны. Аяз ата, менің сізден өтінерім, папамның арақ ішкенін қойдырыңызшы. Папамның ақылы көп қой, сіз дұрыстап айтсаңыз түсінеді. Мен айтайын десем, кішкентайсың деп тыңдамайды. Мен келесі жаңа жылда мамамның жылап жүргенін қаламаймын. Ал ата, сау болыңыз. Қасен көзінен ыстық жастың қалай ытқып шыққанын сезбей қалды. Жас бетін жуып кетіпті. Бір сәтке осы уақытқа дейін ішіп алып, жан-жарына көрсеткен қорлықтары көз алдына көлбеңдеп келе қалды. Тұла бойы түршігіп кеткен ол мына хаттан кейін есін толық жинап алғандай. Сосын осыншама азапқа шыдап жүрген әйеліне жаны ашыды, аяды. Алғаш үйленген кездегідей қатты қысып, бауырына басқысы келген, маңдайынан иіскеп, тәтті сөздерді айтқысы келді. Басын көтеріп, жанындағы кереуетке қараған. Қызы 2 жасар інісін құшақтаған күйі бұйыға ұйықтап жатыр. Бағана мұның мас болып келгеннен қорқып жылай берген соң Тұмар Атилланы кереуетке жатқызып ұйықтатып тастамақ болған. Әкесінің арақты тастауын Құдайдан тілеп, ішінен қайталай берді. Сөйтіп жатып, өзі де ұйықтап кеткен еді. Қасен қызының шашынан сипады. Шекесі торсықтай ұлының маңдайын сүйді. Қызым, деді сосын. Мен енді ешқашан ішпеймін. Сен үшін және Атилла үшін. Сендердің бақыттарың үшін. Қаршадай бастарыңмен сендерді үлкендердің әділетсіз ойынына араластырып жібергенім үшін кешірім сұраймын. Өзім бақытты өмір сүрмесем де, сендер бақытты болыңдаршы. Мен енді тек сендер үшін ғана өмір сүремін. Қолымнан келгенінше сендерді де, мамаларыңды да жылатпауға тырысамын. Қос балапаным менің. Ол қыстығып отырған, сосын шыңдап егілді. Азаттықты аңсаған асыл рухы көзінен жас боп ағып, жүрегінің жұлым-жұлымын шығарды. Арадан уақыт өтіп. Сәлеметсіз бе, Аяз ата? Денсаулығыңыз жақсы ма? Мамам сізді ауырып қалып, биыл бізге келе алмауыңыз мүмкін дейді. Ол мүмкін емес қой, өйткені сіз өзіңіз суық жақтан келесіз. Мен бүгін сыныптағы барлық балаларға сіз туралы ертегі айтып бердім. Ертегімді мұғалім де ұнатты. Айтпақшы, Аяз ата, мен сізге былтырғы жылы жазған өтінішімді орындағаныңыз үшін үлкен алғысымды айтқым келіп отыр. Папам содан бері арақ ішуді мүлдем қойды. Мамаммен де ұрыспайды. 3 жастағы інім Атилла да бұрынғыдай жыламайды. Үйімізге береке орнағандай. Аяз ата, биыл сізге тағы да өтініш жазсам бола ма? Өтінішім, елбасымызға ұзақ өмір сыйлап, елімізге тыныштық әкеліңізші. Ешкім ауырмасыншы. Ата, менің сізге көп сұрақ қойғым келеді. Мәселен, сіздің Ақшақар деген қызыңыздан басқа да балаларыңыз бар ма? Болса, олар неге бізге көрінбейді? Және де, біздегі Наурыз мейрамында келетін Қыдыр атаны сіз танисыз ба? Содан кейін, Аяз ата, біздің ауылдағы Жаппар деген сұмырай 3 жылдан бері сіздің киіміңізді киіп алып, балаларды алдап жүр. Оған қой деңізші, балаларды алдамасын. Болмаса өзіңіз жазасын беріңізші. Сыйлығыңызды тағы да күтемін. Сіз неге маған және Атиллаға ғана сыйлық бересіз? Мамам мен папама да беріңізші. Олар да қуанып қалсын. Ал, ата, сау болып тұрыңыз. Менің Тұмардың қолынан сырғып түскен қаламсап, үстел үстінде жатқан ақ парақты бойлап құлады. Сәлден кейін ақ оң жақ білегін жастана, өзі де отырған орнында
ұйқы құшағына еніп кетті. Далада жаңа жауып жатқан қармен атқыласып ойнап жүрген балалардың айқай-шуы ауыл шетінен еміс-еміс естіледі. Көңілдерінің көтеріңкі екендігі білініп тұр. Тұмар да сол балалардың дауылды додасына бармақшы болған. Әуелі Аяз атаға хат жазып тастаймын, сосын барармын деп ойлаған. Бірақ оған шамасы жетпеді. Қос танауы таңқиып, еш нәрседен бейхабар күйде пысылдап ұйықтап жатыр.